Саламатсыздар ма? Номері 71 орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Тәжімішева Райымгүл. Мен сіздерде қазір бір қосымшамен таныстырғалы отырмын. Бұл қосымшаның ең тиімді жері және артықшылығы барлығымызға ыңғайлы, бәрімізге қолжетімді, ең көп қолданылатын WhatsApp платформасы арқылы тестті қалай алуға болады, немесе кері байланысты қалай алуға болады деген сұрақтарға мүмкіндік беретін қосымша. Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Ол үшін ең алдымен ұялы телефонымыздағы Play Marketке кіреміз. Сол жерден біз поле деген қосымшаны жүктейміз. Неге скачать басамыз скачатты. Одан кейін менде открыть деп шықты. Бірден себебі менде бұл қосымша сақталған телефонда. Сіздерде установить деп шығады. Сіздер осы установитті басып, полені өздеріңізге басып аласыздар. Басып алғаннан кейін мына жерде открыть дегенді басасыздар. Мына жерде ваши опросы деп тұр. У вас еще нет опросов деп тұр. Мына жоғарыдағы сол жақтағы 3 жолақшаны басамыз. Одан кейін ваши опросы деп тұр. Учетная запись деп тұр. Осы учетная записьқа кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Ал қалған астындағылар бізге керек емес. Қазір бізге тест немесе кері байланыс құрастыру үшін ваши опросы үстін басамыз. Осының көмегімен біз орындайтын боламыз. Сұрақтарымызды құрастыруға болады. Мына жерде бізде астында көк батырма тұр. Қосу белгісі бар. Осының үстін басамыз. Одан кейін мына жерде вопрос деп тұр. Яғни сол жерге вопросқа өзіңізге қажетті тест сұрағын қойсаңыз болады. Болмаса кері байланыс алу үшін сабақтың соңында балаларға өзіңіздің сұрағыңызды қоюға болады. Мен мысалы өз пәніме байланысты Ыбырай Алтынсариннің туған жері деп балаларға сұрақ қойдым. Одан кейін мына жерде ответ деген белгі тұр. Осы жерге өзімнің нұсқаларымды қосам. Мысалы, Қостанай. Одан кейін добавить ответ деген тағы басамын үстінен. Екінші нұсқамды ұсынам. Ақтөбе. Одан кейін тағы үшінші нұсқамды қосам. Семей. Одан кейін төртінші нұсқамды қосам. Торғай. Торғай деп жаздым, мінекей. Одан кейін бізде голосуйте несколько раз деп тұр, оны қозғамаймыз. Одан кейін разрешить дегенді басамыз, көкке жандыртып қоямыз. Одан кейін бізде тұр крайний деп. Осы жерде оқушыларға белгілі бір күнді белгілеп қойсаңыздар болады. Мысалы, менде 17-сін көрсетіп тұр, осы 17-сімен қала берсін, және сағаты шығады. Мысалы, 10-да құрастырдым тестті, 10:25-те бала орындау болу керек деп, мысалы, басам. Солай басамын, одан кейін астында режим Викторин деп тұр, оны да жандыртып қоямын, және мына астында тұрған көк батырманы басам. Мінекей сұрақ құрастырылды. Ыбырай Алтынсариннің туған жері Қостанай, Ақтөбе, Семей, Торғай. Енді осы астында тұрған көк батырманы тағы да басамыз. Мына жерде таңдап аламыз, WhatsApp'ты басамыз, және өзіміздің оқушылардың тобына немесе жеке оқушыға таңдап алып жіберсек болады. Мен мына жерде гүлімді таңдаймын, және гүлімге осы тапсырманы жіберем сілтемені, және оқушы өзі дұрыс деп тапқан нұсқаның үстіндегі сілтемені басады. Және мына жерде қазір сілтеме ашылады, тапсырма. Мына жерде отправить голосты басады. Мен жауап бере алмаймын, өйткені мен өзім тестті құрағандықтан. Оқушыларға осылай жауап береді, және мына жерде отправить голосты басады, және жоғарыда хабарлама арқылы барлығы кім оқушы қалай жауап бергені көрініп тұрады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.